Бүгінгі күні елімізде алаяқтық қылмыстардың саны көбейіп келеді. Осы ретте әккі қылмыскерлер халықтың хал-ахуалын, тұрмыстық жағдайы мен қажеттіліктерін кеңінен зерттеп, қажетті ақпараттарды алдын ала біліп алып, қылмыстық мақсаттарын жүзеге асыруда. Жеке куәлік банкомат карточкасының реттік санын сұрап алып, микроқаржылық ұйымдардан соның атынан шағын несие рәсімдеп алу. Ғаламтордағы сайттарда және әлеуметтік желілерде түрлі жарнамалар жасап, мемлекеттік тіркеуден өтпесе де өздеріне ресми есімдер қойып және компания ретінде жариялап, онда кез келген ақша қаражатын салуды ұсынып, белгілі бір уақыт ішінде үстемелік пайызбен өз қаражатын көбейтіп алу мүмкіндігіне сендіріп, бөтен мүлікті иемдену. Өңірімізде алаяқтық қылмыстардың 644 дерегінің 334 дерегі осы интернет алаяқтығы болып табылып тіркеліп жатыр. Негізі тұрғындардың арасында әлеуметтік желілер арқылы, OLX, Колеса желі арқылы арзан бағамен тауарларды өткізу, сатып алу жөнінде банкілік реквизиттерін сұрайды, сол арқылы ақша төлемдерін сұрайды. Сұрап отқаннан кейін тұрғындар осы алаяқтың алдауына түседі. Банкінің жалған өкілдері болып қоңырау шалады жәбірленушілерге. Онда осы банктерде күмәнді операция жасалған жөнінде айтып түсіндіріп, оны бұғаттау үшін соңғының жаңа жәбірленушінің банкінің карточка нөмірлерін сұрап, банк интернет арқылы оның шотына оп-оңай кіріп, онда шотта ақшалардың жымқыру деректері көп орын алады. Онлайн несие рәсімдейді. Негізі көбінесе жәбірленушілердің, тұрғындардың өзінің ЖСН, жеке куәлігінің, болмаса банк карточканың жоғалтқандығы немесе жақын туыстары, достары арқылы пайдалану салдарынан осы алаяқтықтың көбінесе құрбаны болып табылып отыр. Тұрғындарына назарға сала кететін мән-жай, интернет алаяқтыққа тап болған жағдайда дереу 102 телефоны, болмаса жақын маңда орналасқан полиция бөлімшесіне хабарласып, ондағы жаңағы интернет алаяқтық күдіктілердің ұялы телефондарын, құжаттарын, болмаса скриншоттап оның дауыс үлгілерін тез арада тапсырса, осы қылмыстың ашылуына, дер кезінде құрықтауына септігін тигізеді. Алаяқтық қылмыстар үшін қылмыстық жауаптылықтар Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 190 бабында қарастырылған. Онда ірі мөлшердегі бөтен мүлікті иемдену, екі немесе одан да көп адамға қатысты және бірнеше рет жасалған іс-әрекеттер үшін мүлкі тәркіленіп, 3 жылдан 7 жылға дейінгі мерзімге, ал қылмыстық топпен жасалған және аса ірі мөлшердегі бөтеннің мүлкін иемденген үшін мүлкі тәркіленіп, 5 жылдан 10 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазалары көзделген. Қызылорда облысының полиция департаменті облыс тұрғындарына алаяқтардың құрбанына айналмас үшін қарапайым ғана ұқыптылықты ұстану, жоғары кепілдік кірісінің уәделеріне сенбеу және ақша, бағалы заттар мен мүліктерді күмәнді адамдарға немесе компанияларға тапсырмау керектігін ескертеді.